Сәлем достар, бүгін сіздермен бастың бұлшеттері мускулюс капитиске тоқталамыз. Оларды жалпы 3 топқа бөліп қарастырсақ болады. Бас қақпағының бұлшеттері мускулюс эпикранис, шайнау бұлшеттері және ымдау бұлшеттері деп бөлеміз. Шүйде маңдайлық бұлшет мускулюс оксипита фронталис деп аталады. Оның бізде вентр оксипиталис шүйделік қарыншасы және маңдай қарыншасы вентр фронталис деп екі қарыншаға бөлеміз. Алдыңғы қарыншасы немесе вентр фронталис бізде қас доғасынан басталып жоғары қарай бағытталады да бұлшет талшықтары апоневрозға жалғасады. Ал вентр оксипиталис бізде жоғарғы желкелік сызықша линия нухе супремадан басталады. Бұлшет талшықтары қысқа болады және жоғарыға қарай бағытталып апоневроздық табақшаға жалғасады. Немесе бұл апоневрозды табақшаны апоневрозды шлем деп атаймыз. Бұл бұлшеттердің қызметі, егер вентр фронталис бізде жиырылатын болса, қасты жоғары қарай көтереді, ал вентр оксипиталис жиырылатын болса, онда бастың терісін артқа қарай жылжытады. Келесі бұлшет самай төбе бұлшеті мускулюс темпора париеталис деп аталатын бұлшет. Ол бізде бас сүйектің самай бөлігінде орналасады және бұлшет талшықтары құлақ қалқанының шеміршегінің алдыңғы бетінен басталып жоғары қарай бағытталады да жоғарғы бөлікте бұлшет талшықтары апоневроздық табақшаға жалғасады. Шайнау бұлшеттері бас сүйектерінің белгілі бір сүйектік нүктелерінен басталып төменгі жақ сүйегіне барып бекитін 4 жұп бұлшеттерден тұрады. Бұл 4 бұлшеттің де қызметі самай төменгі жақ буынының қозғалысқа келтіруін қамтамасыз етеді. Шайнау бұлшеттері мускулюс массатор деп аталады. Пішіні 4 бөлікті пішінді 2 бөліктен тұрады. Беткей және терең бөлігі. Беткей бөлігі мускулюс массатор парс суперфициалис деп аталады және бет сүйектік доғаның сыртқы бетінен басталады. Ал мускулюс массатор парс профунда, яғни терең бөлігі, ол бізде бет сүйектік доғаның ішкі бөлігінен басталады. Парс суперфициалис ол бізде төмен және артқа қарай бағытталады, ал парс профунда төмен және алға қарай бағытталады. Және екеуі барып бізде төменгі жақ сүйегінің сыртқы бетінде орналасқан шайнау бұлшеттерінің бұдыры тубероситес массатерикаға барып бекиді. Келесі бұлшет самай бұлшеті мускулюс темпоралис деп атаймыз. Бұл бұлшет талшықтары бізде фосса темпоралисте орналасады және желпуіш пішінді болып келеді. Бұлшет талшықтары бізде маңдай сүйегінің самайлық бетінен және сына сүйегінің үлкен қанаттарының самай ойысына қараған бетінен басталады және самай сүйегінің қабыршақтық бөлігінен басталады. Төмен қарай бағытталып, ол бізде төменгі жақ сүйегінің тәж тәрізді өсіндісі процессус короноидеуске барып бекиді. Келесі бұлшет қанат тәрізді латеральды бұлшет болып табылады. Мускулюс птеригоидеус латералис деп аталады. Оның екі жоғарғы және де төменгі бөлігін ажыратуымызға болады. Жоғарғы бөлігі, яғни жоғарғы басы деп атаймыз, капут супериор, ол бізде сына сүйегінің үлкен қанатының төменгі самайлық бетінен, яғни сол жерде самайлық қырқа болады, криста инфратемпоралис деп аталатын, содан басталады. Ал төменгі басы капут инфериор, ол бізде сына сүйектің қанат тәрізді өсіндісінің латеральды табақшасының бүйір бетінен басталады. Алға қарай бағытталады да. Төменгі жақ сүйектің қанатты шұңқыры фавеола птеригоидеуске барып бекиді. Келесі бұлшет мускулюс медиалис деп аталады, яғни мускулюс птеригоидеус медиалис деп аталады. Ол бізде сына тәрізді сүйектің қанатты шұңқырының қабырғасынан басталады және төмен артқа қарай бағытталып, мына жерде орналасатын төменгі жақ сүйекте орналасатын тубероситес птеригоидеуге барып бекиді.